Абай атындағы қалалық орталық кітапхананың оқырман саны артты. Модернизациядан өткен рухани мекеннің жаңа кейпі бұрынғыға мүлде ұқсамайды. Барлық жабдықтар заман талабына сай жасақталған. Кітапхана оқырмандарының арасында шетелдік азаматтар да көп. Мәселен, Шымкенттегі жоғарғы оқу орнының бірінде білім алатын Абдурахман Абай атындағы қалалық орталық кітапхананың тұрақты оқырманы. Үндістандық азаматтың сөзінше, мұнда студент үшін барлық жағдай жасалған. Қажетті кітаптың барлығын табуға мүмкіндік бар. Сондықтан ол үй тапсырмасын орындау үшін осы рухани орталыққа келетінін айтады. To this library is very good. Мен бұл кітапханаға көп келмеймін. Өзімді дәрігер мамандығы бойынша Қазақстанда білім алып жүрмін. Кітапхана менің жатақханама жақын орналасқан және мұнда дәрістерді орындауға барлық мүмкіндік жасалған. Интернетте тегін Wi-Fi-ға қосылып сабағымды орындаймын. Қажет болып жатса, Үндістандағы отбасыма хабарласам. Маған бұл кітапхана ұнайды. Қызметкерлер де сыпайы. Кейде өз елімде жүргендей сезінемін. Кітапханада маған ұнайтын кітаптардың барлығын табамын. Мен қазір ағылшын тіліндегі кітаптарды оқимын. Кейде тілді үйрену үшін қазақ тіліндегі кітаптарды оқуға тырысам. Қазір ақырындап тілдерді үйренудемін. Жөндеу жұмысы өткізілгеннен кейін бізде оқырмандар көбейе бастады. Мұнда жас ерекшелігіне қаралмай көптеген оқырмандар келеді. Күнделікті жаңа оқырман оннан жоғары тіркеледі және күнделікті келіп жүретін тіркелген оқырмандар 30-дан асық. Таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін 30-дан аса оқырмандарымыз келеді. Бұл оқу залына байланысты. Және бізде 3 зал бар: периодика залы, оқу залы, абонемент залы. Қазір көресіздер өздеріңіздер. Енді бұнда бізде мотивациялық кітаптар бар, көркем әдебиет, поэзия, орыс жазушылары, қазақтың жазушылары, шетел жазушыларының кітаптары көптеп кездеседі. Бізде оқырмандарымыз көп алатын, оқитын кітаптары көбінесе мотивациялық кітаптарға және бизнес жайында көп оқиды. Алғаш рет оқырман келгенде өзімен бірге жеке куәлігі немесе туу туралы куәлігі болу керек. Жас ерекшелігі 14 жастан жаңағы зейнетке жеткен кісілерге дейін келе береді бізде. Енді өзімен бірге билетін ашамыз, оқырман формуляр дейміз, оқырман билеті бар бізде, соны ашып отырамыз. Және шетелде немесе басқа қаладан қонақтар келгенде бізде бір реттік талон беріледі, сонымен өзінің кітабын, қалаған кітабын алып оқып отырады. Біздің қаладағы кітапханалар жүйесінде 85 қызметкер қызмет істесе, 72-сі кітапханашы маман. Соның ішінде Абай атындағы орталық кітапханада түрлі бөлімдер бар. Мысалы, әдістеме ұйымдастыру бөлімі, ақпараттық библиография бөлімі, қорды толықтыру және өңдеу бөлімі, қорды сақтау бөлімі, оқырманға қызмет көрсету бөлімі. Мінекей сол бөлімдермен қосқан кезде 40-қа жақын қызметкер жұмыс істейді Абай атындағы орталық кітапханада.
Былтырғы 2021 жылы біздің Абай атындағы орталық кітапхана мен 4 кітапхана бөлімшесіне модернизация жұмыстары жүргізілді. Ол өздеріңіз көріп тұрғандай модернизация жұмыстары заманауи, жастардың сұранысын толық қанағаттандыратын, тек қана кітап оқымайды, бұл жерде компьютермен де жұмыс істейді, жылдам интернет, Wi-Fi қызметтері, сонымен қатар сенбі, жексенбіге қарамастан қызметкерлер ауысыммен жұмыс жасайды. Жұмыс күні де ұзартылған. Жаңағы компьютер сенбі жексенбі күні жұмыс істейтін болғандықтан, жаңа заманауи, жаңа талапқа сай болғандықтан оқырмандар бұрынғыдан көбейді. Осы Абай атындағы орталық кітапхананың оқырмандары бұрыннан да көп болатын, оның оқырмандардың көп келетін себебі кітап қорына байланысты, іздеген кітаптарын, сұраныстағы кітаптарды тауып оқи алуына байланысты. Сонымен қатар, заманға сай модернизациядан өткенмен де байланысты оқырмандар қазір саны артуда. Оқырмандардың сұранысына байланысты біз демалыссыз жұмыс жасайды кітапхана. Енді өздерінің жаңағы жылдам интернет үшін және өздерінің ноутбуктарменен Wi-Fi пайдаланады. Сонымен қатар біздің жұмыс күніміз ұзартылған болғандықтан кешке дейін отырып өздерінің жаңағы білімдерін жетілдіреді. Үйге жаздырып алатын абонемент деп аталады. Бұл оқырманға қызмет көрсету бөлімінің жаңағы абонемент. Неге байланысты өздері создырып жатады, егер оқып біте алмаса. 10 күннен 2 аптаға дейін үйге жаздырып алып кетуге мүмкіндігі бар. Егер оның арасында біте алмаса, оны создырып алады. Модернизациядан өткен кітапхананың жаңа кейпі оқырмандардың көңілінен шығады. Себебі мұнда кітап қоры да көп, оқырман үшін барлық жағдай да жасалған. Заманауи кітапхана атына лайық өзгерістер енгізіліпті. Және бұл жерде оқушылар да келіп дайындалады. Мысалы 11-ші сынып бітіріп жатқан оқушылар ОБТ-ға дайындалып, бұл жерде де жақсы достар тауып, таныстар тауып, ары қарай араласып кетуге де жақсы мүмкіндік бұл кітапхана. Және де бұл кітапханаға көбінесе тек ондай 11 бітіріп жатқан оқушыларды емес, сонымен қатар мектеп оқушыларын да шақырғым келеді. Неге десеңіздер, үйде отырған кезде ерініп, теледидар, может телефонға кіріп, аппликация етіп, ерініп кетуі мүмкін. Ал кітапханаға келсе, ерінбей, бұяқта басқа да адамдар қарап отқан себепті, ол өзінің оқуын жасап, жаңағы үй тапсырмаларын орындауға өте ыңғайлы жер. Және тыныш бұл жер. Мен бұл кітапханаға осы университетке түскелі бері келіп жүрмін, одан бері өзгерістер болды. Кәдімгідей 21-ші ғасырдың заман талабына сай болды деп айталам. Оға дейін кәдімгі бұрынғы СССР кезіндегідей жаңағыдай едендердің өздері ағаш болып, жаңағыдай парталардың өздері де бір сол бұрынғы заманның парталар сияқты болып тұр. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай заман талабына сай жаңағыдай креативный адамның жаңағыдай оқуға деген ынтасын ашатын деңгейге жетті деп ойлаймын. Және бұл жерде жаңа мен өзім айтып өткендей мектеп оқушыларын да шақырғым келеді. Олар да жаңағыдай үйде көп ерініп басқа жаққа алаңдамас үшін осындай жерлерге келіп кітабын оқыса болады. Және бұл жерде көптеген іс-шаралар болады. Әртүрлі жаңағыдай жазушылардың, атақты кісілердің мысалы жылдық жаңағыдай іс-шаралар болады. Сол кезде ол жерге келіп, олар өздерінің өнерлерін көрсетсе болады. Өлеңдер оқып, домбыра тартатын балалар болса, олар өздерінің күйін тартып, өлеңін айтып, көрермендердің алдына өздерін де үйретіп, өздері де дамуына және ұстаздарына өзіне де алғысхат алуға мүмкіндік бар. Алғысхаттың өміріне, болашағына деген өте пайдасы тиеді.
Абай кітапханасына жиі келетінім рас. Әр бөлмеде қажетті кітабымды тауып жүрмін. Кітапхана дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының көзі. Ғасырдан ғасырға адамзат тарихының құнды сырларын сүріндірмей әкеле жатқан шырағы биік. Парасаттылық пен білімділіктің, біліктіліктің нағыз киелі ордасы. Кітапхана оқырман үшін үлкен өмір мен тәрбие мектебі деп ойлаймын. Сыры мол, сырға толы, сансыз жауабы табылмаған сұрақтардың шешуін тапқан қайталанбас білім ошағы деп есептеймін. Бұл кітапхананың жұмысын мен жоғары бағалаймын. Қасиетті кітаптарымызда олардың ішіндегі алтынға да айырбастауға келмейтін қазыналарымыздың көздерінің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып жүрген кітапханашылардың еңбегі орасан зор. Абыройлы мамандықтың қиындығы мен қызығын арқалап жүрген мамандық иелерінің болашақ саналы ұрпақты тәрбиелеу жолында сіңірген еңбегі шаң теңіз. Жүйе бойынша 543.700 кітап қоры бар. Соның ішінде мемлекеттік тілде 171 мың дана мемлекеттік тілде кітаптар бар. Ал енді Абай атындағы орталық кітапхананың кітап қорына тоқталсам, 125 мың кітап бар. Осы Абай атындағы орталық кітапханада. Біздің кітапханамыздың жанынан Ақ тұлпар деп аталатын ардагерлердің шахмат клубы бар. Ол ардагерлер қазір жазғы маусымда жазда шахмат ойнап отырады. Сонымен қатар ол тек қана шахмат ойнаудан басқа жаңа кітапхананың түрлі іс-шараларына да қатысады. Өйткені ол зейнетке шықпай тұрғанда түрлі саланың мамандары, сондықтан кітаптар алып оқиды, ақын жазушылардың мерейтойларына қатысады. Өте көп артты деп айта аламын. Алдын кішкене басқаша болатын. Жөндеу жұмысы өткеннен кейін бізде керемет результат болып жатыр. Оқырмандар көптеп келеді. Мына күннің ыстығына қарамай, мына шілде айы болып жатса да, бізде оқырман үзілмей отыр. Мына өздеріңіз куә болып отырсыздар бүгін. Бұдан да көп кешке салқынмен тағы да келіп отырады бізде оқырмандар. Бізде қазір электрондық кітаптарды енгізіп жатырмыз. Кітаптар тізімінде электронды түрде көруге болады. Енді болашақта электрондық жаңағыдай сұраныс үйде отырып та сұраған кісілерге қызмет жасауға болады, мүмкіндік болар деп ойлаймын. Мен бұл жерге 2008-де келдім. 2010 жылдан бастап 2 жылдан кейін меңгеруші болып қызмет істеп келе жатырмын. Биыл 15 жылдай болады ау деймін. Өзіміздің сапалы қызметімізге байланысты оқырмандарды тартамыз. Жаңағы келген оқырманды кері қайтармаймыз. Сұрағанын тауып береміз деген сияқты ғой, сондай. Бұл бөлім бізде мерзімді басылымдар бөлімі болып аталады. Бұл бөліммен біздің ақпараттық библиография бөлімі тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Бұл бөлімге келіп түскен мерзімді басылымдар бізге барады. Біз ол мерзімді басылымдардың бетінен өзекті материалдарды іріктеп алып, жазып, картотека жасаймыз. Және де біздің бөлімде жылына өзекті даталы күндерге байланысты календарлар шығарамыз. Сол календарларға жазылған ақын жазушылардың туған күніне байланысты указатель көрсеткіштер құрастырып шығарамыз. Бұл көрсеткіштерді жаңағы келген оқырмандарға ұсынып отырамыз. Және де біздің бөлімде
сұраным жауап режимінде қызмет көрсетеміз. Ол нақтылаушы, адрестік және тақырыптық фактография болып бөлінеді. Айман Буралхиеваның бұл кітапханаға сіңірген еңбегі зор дейді әріптестері. Өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын бөлім меңгерушісі алдымен мұнда кітапханашы қызметін атқарыпты. Ақпараттық библиография бөлімінде бірнеше қызметкерлер жұмыс істейді. Соның меңгерушісі Буралхиева Айман Оразәліқызы. Ол 25 жылдан астам кітапхана саласында қызмет етіп жатса, соның 20 жылдайын осы біздің Абай атындағы орталық кітапханада істеп жатыр. Енді әуелі кітапханашыдан бастап 15 жылдай бөлім меңгерушісі, сол ақпараттық библиография бөлімінің өз ісінің маманы, өте жұмысына тиянақты. Ол ақпараттық библиография бөлімі мерзімді басылымдармен тығыз байланыста жұмыс жасайды, келіп түскен мерзімді басылымдарды зерттеп, солардың анықтамалар жасайды, сонымен бірге әдебиеттер тізімін жасайды. Қасындағы ақпараттық библиография бөлімінің қызметкерлерінің жасаған анықтамаларын талдайды, зерттейді. Сонымен бірге әдістемелік құралдар жасап шығарады оқырмандардың сұранысы бойынша. Бізде мерзімді басылымдар газет журналымен қосқанда бір 40 шақты, 50 шақты мерзімді басылымдар аламыз. Жаңағы өзіміздің жергілікті өлкелік газет журналдар, сонымен қатар жаңағы Егемен Қазақстан, Бурда деген сияқты аңыз адамы, журналдардан Жұлдыз. Бұл мерзімді басылымдарды оқырмандар үйіне алып кете алмайды. Осы жерде ғана оқылады, ол бір экземпляр болып келеді бізге. Күніне мерзімді басылымдар жаңартылып тұрады. Абай кітапханасының дизайны заманға сай, кітаптары да жеткілікті. Маған қиялы ғажайып кітаптар ұнайды. Өте көп кітаптар, дизайн де өте заманға сай. Мен достарымды кітапханаға келуге шақырамын. Тілбайлықтар дамиды. Менің атым Ерке, мен 60-шы жалпы орта білім беретін мектебінен келіп отырмын. Осы жақтан маған іші және кітаптары ұнайды. Кітаптары өте қызықты, және мен кітапты оқығанды жақсы көремін. Іші өте әдемі болған, және де кітап оқуға ыңғайлы. Кітап оқыған дұрыс деп ойлаймын, өйткені оған ақыл ой сана береді. Мен осы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің осы 2022 жылғы үздік түлегінің бірімін. Өзім осы университетті Қызылға бітірдім. Осы Қызылға бітірдім деп айтып жатқан себебім, осы кітапхананың да маған пайдасы тиді. Кітапхананың неге десеңіздер, бұл жерде үйдегідей емес, бұл жерде қатты еш жаққа алаңдамай, кітабыңды оқып, апайлардың берген лекцияларын, презентацияларын, эсселерін жазуға бұл жерде ыңғайлы. Және де бұл жерде арнайы компьютер бар интернетімен. Ол жерде де өзіміздің жаңағыдай студенттік жұмыстарды да жасаймыз. Және осы сенбі, жексенбі күндері де өте ыңғайлы. Неге десеңіздер, сенбі, жексенбі күндері де жұмыс істейді. Ол студенттерге өте пайдалы. Себебі университеттердің көбісі сенбі, жексенбі күндері жұмыс жасамайды. Ал осындай кітапханалар жасап,
біз келесі аптаға дайын болып лекцияларды жазып, презентацияларды орындап, келесі аптаға дайын тұрамыз. Және осыға дейін кітапханалардың көбісі 6-ға дейін, 7-ге дейін жұмыс жасаса, қазір кітапханалардың көбісі осы 8-ге шейін, 9-ға шейін жасап жатыр. Ол да көп бізге пайдасын тигізеді. Және шетелдерде естігем, кейбір кітапханаларда тәулік бойы жасайтын кітапхана бар екен. Бізде ондай неге келмесек те, бізге осы 9-ға дейін жасаса да бізге үлкен пайдасы тиеді. Әрине қазір 21 ғасыр болғаннан кейін әркімнің де өзінің отбасы бар, бірақ соған қарамастан осы жердегі апайлар бізге өзінің уақытын бөліп, кешкі сағат 9-ға дейін оқырмандармен болып, осы кітапхананы соңына дейін отырып, сосын жұмыстарын аяқтап кетеді. I read like Ramayana book and I read Quran books like that. Кітапхана рухани қазына ошағы, кітап, кітапхана, кітапханашы, үш-ақ ауыз сөз болғанымен мағынасы тым тереңде. Бірі-бірінсіз толыққанды бола алмайтын рухани ошақ. Бірі-бірін жалғастырып тұрған оларсыз қоғамды елестету мүмкін емес. Киелі ұғымдар. Әр таңның, білімнің қайнар көзді кітаппен ашатын, сол кітаптағы асыл мұраларды оқырмандарға жеткізетін алтын көпірді байланыстырушы кітапханашылар. Мен Абай кітапханасының оқырманы ретінде бұл мекеменің жұмысына оң бағамды беремін. Мені шетелдік деп те бөлмейді. Жұмыстарыңызға тек табыс тілеймін. Шетелге, яғни Үндістанға барғанымда бауырларыма жоғарғы оқу орным және жиі уақытымды өткізетін осы кітапхананы жиі айтатын боламын.